Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жаңа жылдық анимация жасауды үйрететін боламын. Ең әуелі YouTube-қа барамыз. Осы жерге футаж Дед Мороза деп жазамыз. Мінекей шықты. Енді осының үстін басамыз. Осы видеоны астындағы поделиться кнопкасын басып, скопировать етеміз. Копировать ссылку дегенді басамыз. Одан шығып, Телеграмға барып, скачать YouTube деген ботқа барамыз да, жаңағы скопировать еткенді вставить етеміз. Отправить етеміз, сізге оның видео нұсқасын жолдайды. Содан кейін сіз оны өзіңізге сақтап аласыз. Мен өзіме сақтап алғанмын. Енді Instagramға кіріп, басты бетін скриншоттап аласыздар. Одан шығып, енді капотқа кіреміз. Новый проект, өзіміздің фотомызға барамыз, добавить етеміз, және соңғы жағында видеоны удалить етіп тастаймыз. Фотоны оңға қарай жылжытамыз. Наложение жасаймыз. Жүктеген видеомызға барамыз. Добавить етеміз. Төменгі жағында хромакей деген бар. Соған барамыз да жасыл фонын алып тастаймыз. Пипетканы басамыз. Жасылға толтырамыз. Интенсивностьке барып, осылай жасыл фонды алып тастаймыз. Галочканы басамыз. Және де громкостьқа барып, дауысын азайтамыз жаңа видеоның. 4-ке апарамын, қоямын. Енді аяз атаны оңға қарай сығалап тұрғандай қылып алыстырамын. Екі саусақтың көмегімен көлемін үлкейтіп болмаса кішірейтуге болады. Маған керек емес жерлерін қазір удалить етемін. Фотоны оңға қарай жылжытамын видео біткенше дейін. Енді осы жерде маған керек емес жерлерін удалить етемін қазір. Мінекей осы жерден бастап разделитті басам да удалить етемін. Осы жерге дейін удалить етемін. Және де көк елка бар, және осы Дед Морозды удалить етіп тастаймын. Тағы разделитті басамын. Елканың біткен жеріне бар, тағы разделитті басып, аралықты удалить етіп тастаймын. Және де осы үлкен сыйлықты разделить етіп, бұны да удалить етіп тастаймын. Біткен жеріне дейін барып разделитті басып, удалить етемін. Енді араларын мындай ашық бетті бір-біріне тартып жақындатамыз. Солға қарай жылжытамыз. Солға қарай осылай жылжытамыз. Мына жағында тұрған сыйлықты да солға қарай жылжытамыз. Және соңғы тұрған сыйлықты да жылжытамыз солға қарай. Және фотоны видеоның көлемімен бірдей қыламыз. Енді видеоны басынан бастап қарап көрейік, қалай болып шыққанын. Осылай, дәл осылай әдемі болып, бетінде анимация болып жүретін жаңа жылдық анимациялық видео шықты. Қателеріңізге жарасын. Менің парақшам сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Және де қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің жасаған әрбір видеом сіздерге көрініп тұратын болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын.